Баршаңызға ассаляму алейкум. Сіздерге бүгін бәліштер дайындайтын боламын. Қажетті заттарымыз картоп, сарымсақ, ашытқы, ұн, жылы су, майонез, тұз бен бұрышымыз қажет. Ең алдымен кастрюлемізге суымызды құйып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Ары қарай суымыз қайнағанша картопымызды орташа бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін тұзымызды, картопымызды салып, араластырып, піскенше бетін жауып қоямыз. Енді қамырын жасауға кірісеміз. Қамырына ашытқымызды, тұзымызды, майонезімізді салып, суымызды құйып, біртіндеп ұнымызды салып, жақсылап қамыр елеп аламыз. Қамырымызды елеп алғаннан кейін бетін жауып, бөлме температурасына жақсылап көтерілгенше қойып қоямыз. Ары қарай сарымсағымызды ұсақтап, төрт бұрыштап турап аламыз. Қызып тұрған табамызға кішкене майымызды құйып, сарымсағымызды жақсылап қуырып алуымыз қажет. Картопымыз піскеннен кейін бөлек ыдысқа сүзіп аламыз. Қуырылған сарымсағымызды қосып, дәміне қарай қара бұрышымызды, тұзымызды салып, картоп езгішпен жақсылап езіп алуымыз қажет. Картопымыз тез суы үшін бөлек ыдысқа салып, барлығын салып аламыз. Қамыры көтерілгеннен кейін екі бөлікке бөліп, әрқайсысын керек мөлшерде бөліп дайындап аламыз. Дайын бөліктерімізді кішкене ұн салып, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Ары қарай картопымызды салып, жақсылап бәліштерімізді түйіп жасап шығамыз. Яғни барлық бәліштерімізді дәл осылай әдемілеп жасап шығуымыз қажет. Бәліштеріміз бізде дайын болды. Енді қызып тұрған майымызға бәліштерімізді біртіндеп салып, асты қызарғанша жақсылап қуырып алуымыз қажет. Асты қызарғаннан кейін келесі жағына аударып, дәл осылай қызартып пісіріп аламыз. Яғни барлық бәліштерімізді дәл осылай қызартып, толықтай пісіріп алуымыз қажет. Бәліштеріміз бізде дайын болды. Қызарып, әдемі, тәбетті ашатындай жақсы болып шығады. Отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға ас болсын.